Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін Шерхан Мұртазаның шері болған Мекемтас Мырзахметовтің жеткізе алмаған қазақ елін басқарған Дінмұхамед Қонаев уайымдаған бір бұрыс сөз туралы дат жеткізбекпін. Себебі жазушылық өнерде, жалпы ауыз әдебиетте авторын тапқызбайтын қулық айла тәсілдер бар. Оның біріншісі мақал мәтел қылып халық арасына таратып жіберу. Екіншісі бұл балаларға жаттатып, өлең қылып жаттатып, сол өлеңді ел арасына таратып жіберетіндей осындай бір қулық әдістер бар. Бұл бұрыннан келе жатқан сондай бір қулық әдістер десек болады. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қазақ хандығын 47 тайпадан қазақ хандығы құрылғандығы бүгінгі тарихи айналымда, қазақ тарихи айналымда жүр. Осы 47 тайпаның ішіндегі Үйсін тайпалық одағының ішіне кіретін аға ұрпақтарын қорлайтын бір бұрыс сөз бар. Мысалға, жаңағы атап өтейін, ішіндегі ірі тайпаларда ұлы жүзге кіретін Қаңлы, Үйсін, Ойсыл, Сіргелі, Жалайыр тайпалары бұл жаңағы қазақта төрлете жүретін ірі тайпалар деп жаңағы атап өтсек болады. Енді осы автор табылмайтын бір әңгіме ел арасындағы мынандай сөз бар. Ұлы жүзге қауға беріп малға қой, орта жүзге қалам беріп дауға қой, кіші жүзге найза беріп жауға қой деген осындай надандық нақыл қазақ елінің ішінде әбден тараған. Бұл сөзді зерттеп жүргенімізге біздің ұзақ уақыт болды, алайда авторын біз таба алмадық. Мүмкін сіз осы авторын жаңағыдай осы видео тарағаннан кейін, даттан кейін мүмкін табылып та қалар, бірақ табылмайды. Себебі Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев бір әңгімесінде мынау ел арасында аға балаларын қорлайтын осы нақылды айта отырып, осының мемлекет құруда үлкен кедергі болатынын ескерткен. Оның себебі біріншіден өздеріңіз білесіздер, Қазақстан тарихындағы Төле бидің орны ол мемлекеттік қайраткерлігін ешкім жоққа шығара алмайды. Себебі мынау тарихта тұтас билік Төле биден, тұтас хандық Есім ханнан деген жүйелі сөз қалыптасқан. Бұл аксиома, бұны ешкім өзгерте алмайды. Енді осы тұтас билікті хандық жойылып кеткен хандық билікті Атабектей болып Абылай ханды таққа отырғызып қазақ хандығын қалпына келтірген Төле бидің ұрпағы мына біздер жуан тамырлы жаныстар, сөз айтпасақ ел бұзылып бара жатыр ағайындар. Себебі сіздер қараңыздар, сонда аға тұрады да орта жүз балалары қалам алып дауға шығады, кіші жүз бауырларымыз найзаны алып жауға шығады. Мен бұны өзгертіп деп отқан жоқпын. Бұл осы аксиома күйінде қала берсін. Алайда аға буынды, ағаны қауға беріп малға қой деген қорлық сөзді қой деуді мен Төле би Жаныстың руласы ретінде мен күллі қазақтан талап етемін. Себебі қазақ әрқашанда аға бордан, іні зордан деген. Сондай-ақ қазақ тарихында, этнографиясында жол жора аға баласына бұйыршақ деген Өмір Кәріпұлының кітабында. Аға әрқашан көшбасшы болады, қазақ үлкенін құдайдай сыйлайды. Мен тарихшы ретінде айтып кетейін, қазақ тарихында, қазақи тәртіпте ешқашан кіші бала таққа отырмаған. Оны сіздер мынау Шығайдың ханның ұлы Тәуекел менен Есім ханның хандық билікке аға мен інінің мінекей жөн жоралғыны сақтай отырып келгендігі бұл ұлтқа өнеге болады. Қараңыздар. Себебі аға, біз қазақ елінде ағаны сыйлаудан қалып бара жатырмыз.
Қазақ ешқашан аға болудан жаңылмаған, аға ұстынды, көтерімді келеді. Ұлы жүз ағарыс аға ұрпақтарын қауға бер, малға қой дегенді қоятын кез келді. Себебі қазақ тарихының, қазақ жазба тарихын жазып, қазақтың өлшеусіз үлес қосқан Мұхаммед Хайдар Дулати да ұлы жүзден шыққанын бауырларымыз ұмытпас екен деп тілейміз. Бұл сөз ұлы жүз балаларын қауға беріп, малға қой дегеніңіз бұл қорлық сөз. Төле би бабамыздың мынандай бір сөзі бар. Арғын қыпшақ болсаң Алтай бол дейді. Менің атым Алтай. Үйсіннің дулатынан шыққан жуан тамыр жаныспын. Көбіңізге ютубтан таныспын. Құрметті ағайын, туыс, жаңа Қазақстанды құрып отырған аға бауырлар, сіздер осындай бұрыс сөзді көп қолданбауды мен сіздерден өтініп сұраймын. Себебі біз бұл сөздің сұрауы бар. Әр сөзді айтарда абайлап, байыппенен сөйлеу керек. Ал айтпайтын болса, көп жерде аға баласын төрден түсіруге, аға баласын адастыруға, елді аздыруға, бұндай надандық, нақыл сөздерді тоқтататын кез келді. Қазақта мынандай ғұрып бар. Әкесі қайтса, басын үлкен баласы жуады. Әкесінің басын. Денесінің ортаңғы бөлігін ортаншы бала жуады. Әкесінің аяғын кіші кенже бала жуады. Бұл ғұрып, бұл қазақта бар ғұрып. Көрдіңіздер ме? Ал енді әкесінің аяулы басын жуған ұлы жүз ағарыстың ұрпақтарын қауға беріп, малға қой деп, бұл қорлықтың қорлығы. Амнан қараңыздар. Ал дұрыс сөздің бұрысы қандай дейтін болсаңыздар, дұрыс сөздің бұрысы бұлай болмақ. Дұрыс сөздің дұрысы ұлы жүз ұрпақтарын, ағарыс ұрпақтарын ақыл сұрап алға қой деген сөз, бұл дұрыс сөз. Ал дұрыс сөзді бұрмалау, ол тексіздік. Аталы сөзге, бесік жырын тыңдамағандар менен аталы сөзге тексіздер ғана тоқтамайды. Себебі қазағымыз айтады, мал шөпке тоқтайды, адам сөзге тоқтайды дейді. Бұл не үшін айтып отырмын? Абай хакім ел түзелу үшін сөз түзелу керек дейді. Сөз түзелсе, ел түзелу керек дейді. Бұл қасиетті Тәурат кітабында да, жер жаһанға адамзатқа түскен 4 кітапта да сөз қасиетін туралы ерекше айтылған. Сөз қасиетін, өз қасиетін деп білген қазақтар ағарыс ұрпақтарын, жолы үлкен аға ұрпақтарын бұрыс сөзбенен былғамаңыздар. Себебі мен Шерхан Мұртазаның батасын алып, Мекемтас Мырзахметовтің тілегін орындап жүрген шәкіртінің бірі ретінде осыны сіздерден өтініп, осы бір үйсін датын қазақ еліне жолдаймын.